Астана қаласы ММ КТА командасы. Барлығымыз бала болдық, ұстаз да, ғалым да, ақын да, басшы да, тележүргізуші де ұстаздан білім алған. Қазылар алқасының құрамы бір заманда, бір уақытта, бір мектепте, бір сыныпта оқыса қалай болмақ? Біздің қиял. Шоламандаш, отырыңдар. Осаны өздерінде жеті бұға барсаң болып кәдімгідей. Болып жеті бұға. Сендер сияқты шулап отырып, бастарынан көтеріп, бір демалатын кабинет таппай жүрмін. Түгендегі жіберейін. Ләйла Сұлтан қызы бар ма? Армапай, бүгімізде Тамара тереңге жайылған тарих сабағы. Сіздермен бірге 45 минут бойы сабақта бірге отыратын мен Ләйла Сұлтан қызы. Сабағымызды бастаймыз. Отыр. Так. Эльмира Амангелді қызы. Саламатсыз ба? Осы сені көрсем қорқам бар ғой, Болашақта бәріміз осы сені алды тұтып тұратын сияқтымыз, осы бар ғой. Отыршы, отыршы, тұрмай қойшы. Болат Мажағұлов. Болат Мажағұлов, сен тұрмай қойшы. Отыршы. Орнынан ешқай жылжымашы сен. Сен отырсаң бізге жақсы. Маған да жақсы, бәріміз отырамыз орнымызда. Қимылдамай қой, отыра бер, Болат. Так, одан кейін, так, Бекболат Тілеуханов. Ассаламағалейкум. Аман есен бүгінгі таңымыздың атқанына шүкіршілігі кетіп, сыныпта отырған жайымыз бар. Жағдайың жақсы ма, Бекболат? Шығыстан шыққан күн батысқа батып, әр күнімізге шүкіршілік етіп жүрген жайымыз бар. Бекболат, саған асханадағы апайлар жауап жасап жатыр, білесің ба? Не болып қалды, апай? Арқаның еті мен жаңарқаның қымызын сұрай бермей, пирожки жеп кете берсе, елік бақытарлы айналайын. Мазасын алмас сол повар апайлардың айналайын. Тұрсынбек Қабат Тұрсынбек деймін. Сен не осы үнемі терезеге қарап отырасың? Темір сварка келіп жатыр екен, соған қарап отырмын. Саған қанша рет айтамын, сваркаға қарай берме, көзіңді боқтап етең, әдет болады, бейт отырасың. Отыр. Қанат Әлжаппаров. Ау, апай. Кеше неге сабаққа келмедің? Ой, алдыңғы күні келдім ғой, күнде келе берем ба, прая жоқ. Айналайын, сен үйің мектепке тиіп тұр ғой. Ой, онда мен автобуспен пересадкамен келіп жүрмін онда. Отыршы, айналайын. Отыршы. Сабақтан қалай бермеш? Ертең сосын сенен қандай маман иесі шығады, айналайын. Сосын Тұрсынбектің қасына жабыспай, айнаға бөлек отыршы бәре. Осы да бірдеңе шығатын сияқты ғой. Отыршы. Ғалым Махамбет. Ассаламалейкум, апай. Шеш шана бас киіміңде. Шеш шана басың далада 40 градус жанттым, не бас киім киіп аласың, айналайын. Қайта рахат емес пе, бас шымайсың, қалпақ киіп кете бересің. Сен сол басың жусайшы, айналайын. Жусайшы, анау жаз ғой қазір, ысып тұр ғой. Ысып тұрған жоқ қой, отыр. Отыршы. Так, үйге қандай тапсырма берілді? Мен айтайын. Айта ғой, Лейла, айта ғой. Қазақ хандығы мен Шыңғыс ханның тарихын оқып келіп, Шыңғыс ханның 500 әйелі болғаны рас па? 500 әйел бақытын сезіне алды ма? Алдын сабақта білетін боламыз. Әйел бақта не жұмыс бар, айналайын сен? Қазақ хандығын оқысайшы, одан да айналайын. Кім сабақ айтады? Мен айтайыншы, апай. Тұрсынбек.
Қандай тақырып берілді? Қазақ хандығы. Айта ғой. Ой, біз қазақтан қандай мықтымыз деймін да я. Ой, біз қазақтар талай жаудың бетін қайтарған деймін. Ой, біз қазақтар жауға шапқанда датта вот жорғалар біздің қорқып атқа қашып кеткен ғой. Қойшы. Ой, біз қазақтар деген дұрыстап айтшы сен айне. Отыр. Так, ары қарай кеттік. Келесі кім? Сосын айналайын. Тұрсынбек, бейте береме, белдік тақып қойшы айналайын. Бекболат, тұршы орныңа. Бекболат, не мәз болып тұрсың? Құдай бізді қайта қауыштырғанына қуанып тұрмын. Айналайын Бекболат, сен маған қазақтың композиторлары жайында айтпашы маған. Енді кезіндегі құрманғазылардан бастасақ, кешегі Дина, бүгінгі Шәмшіге дейін қазақ даласынан түрлі әндер шырқалып, қазақ даласына жыр таусылмаған ғой. Ой, Қойшы Тұрсынбеке. Қойшы айналайын болды ғой. Бір емес, екі емес.